Қасым Батыр Елісқанның жұмсауымен Аратүрікке келіп, ондағы шеріктерді қынадай қырыпты. Аратүрікті алып болған соң қалың қолмен Баркөлге шеру тартады екен. Баркөлге жасырын келген Қасымның адамдары Елісқан мен Зайыптың қатын таратып кетіпті. Елісқан жіберген қалың қол Аратүріктің ар жағына келіп, қашқан елді Гансу жаққа асырып алып кетпекші екен. Із-тозсыз кеткен 18 адамның өлі тірісінен хабар ала алмаған ел қатты алаңдаулы еді. Оның үстіне Елісқан мен Зайыптың әрбір рубасыларына жазған хаттары мұндағы елді тағы да бір толқытып тастады. Есін жия алмай, есеңгіреп отырған елге тағы бір өсек тарады. Үкімет жағы Баркөлде құрылтай ашады екен. Қалған елді тыныштандырып елбасыларын қайтадан тағайындайтын болыпты. Баяғы Керей заңы бойынша мұнда да 4 би сайланады екен. 4-еуінің төбесінен қарайтын бір төбе би қоятын көрінеді. Әншейінде жау дегенде өзін қоярға жер таппай, қаны басына шығатын Керей Найман тобының мәнсап дегенде емешегі өзіле жүгіретін әдеті бар ғой. Әсіресе бір Керей. Анау арқадан ауып келген шолақ Найман танауы делдейіп атқа қонып алыпты. Кешегі қара таяқтар бүгін қызыл таяқтың есі болып, таққа қарап ұлитын көрінеді. Арқаланса абайына арқаланатын шығар. Пішту, ат төбеліндей азғана Найманға билік қайда, десе Найманның бір пысыға. Жүгірген алмайды, бұйырған алады. Кеудесімен нам пісірген қалың Керей, биліктен бірдемелерің өліп беді. Сонымен төбелерің көкке жететін болса, сендір-ақ патша болатын едіңдер ғой. Ежен ханнан бері қарай талай қошқардың артынан телмірсеңдер де, әлі біреуінікі үзіліп түскен жоқ. Өз сілекейлеріңді өздерің жұтып тамсанғандарыңды қоймайсыңдар. Қанша жыл айтқандарыңа көніп айдағандарыңа жүріп келдік. Бізге де бір күн туатын шығар. Абай дутыңның Найман екенін ұмытып қалып жүрмеңдер, деп айғолақтанады. Тағы біреулер, Қытайлар Найман мен Керейлерді дойбының тасындай бір-біріне салып аз ойыншық қылды ма? Соны неге білмейсіңдер? Бұл жолы егескенде екеулеріңе де билік жоқ. Керек десеңдер, төбе би Ергөкшенің ұрқы Уақ Әйембет батыр болады, десті. Әйембеттің Бисан жаққа үркіп үкіметке сенімін жоғалтты. Төбе би болғанды қойып көрінгенге телім болған уағын жинап, өз басын амандап алсыншы. Мұндағы ұлтанды елдің жәнтеке екенін білмеуші ме едіңдер? Қыдыр қонған атаның әулеті тағы да төбелеріңді ойнайды. Осылайша жұрт гуілдесіп жатқанда Баркөл сақшысындағы Сымағызам, Қатай, Кәрім сияқтылар ел аралап есеп шоттарын қағыстырып, өз білгендерін үкіметтің құлағына сыбырлап жатты. Көп етпей Абайдың шабармандары, елбасылары келесі жұма күні Нұрғали Үкірдайдың үйіне жиналсын, ауданнан көңке келіп оларды Баркөлдегі құрылтайға қатынастырады, деп хабарлады. Онсыз да елеңдеп отырған ел айтылған жұманы асыға күтті. Күндізі мұртын маймен сылап ештеңеден хабарсыз жүргендей көрінген ру иелерінің біразы түнделете аттарын қара сорпа қылып Абай ауылына қарай шабатын болған. Еш қайсысы құр қол бармайды. Оларсыз-ақ ондағы байлардың ең алдыңғы қатарына өтіп, Баркөлдің шұрайлы жерінен жайлау қыстау алып үлгірген Абайдың өрісі малға, қойыны алтын күміске сіреулі болатын. Ел асыға күткен уағдалы күнде келіп жетті. Нұрғалидың үйіне барын киіп, бақанын таянған ел шонжарларынан 40-тай адам жиналды. Біреуі ананы, біреуі мынаны айтқанымен, әркім өз ішкі есебімен арпалысып, қабақтарымен аңдысып отырған сағаттардың бірінде аудан жамбылының сақшысы Ауғанбай келіп түсті. Ой, мынау өзіміздің Құлтай болат баламыз екен ғой. Шырағым, тыныштық па, не жаңалық бар? Деп бір қария сөз бастап еді. Онсыз да әрең отырған жұрт Ауғанбайдың аузына қарады. Абай дутың сіздердің жиналып жиналмағандықтарыңызды біліп келдіп мені арнайы жіберді. Толық жиналған болса 2 көңке жіберемін, дайын отырсын, дейді. Қарағым, сонда сол жиының немен екен? Сен енді үкімет адамы болған соң көбісті батынып сұрайда алмай отырмыз. Бірақ өзімізсің ғой, шыныңды айтшы. Сол Абайың бізді шақырып алып құртқалы отырған жоқ па? Біреулеріңізге бала, біреулеріңізге іні болғаныммен үкіметтің барып кел, шауып келімен жан сақтап жүргенімді білесіздер. Не дейін? Бәріңізде көп жасаған, талайды көрген, елге тұтқау болып жүрген адамсыздар. Өздеріңізге салсақ қалай ойлар едіңіздер? Ойбай-ау балам, оны білсек өзіңнен сұраймыз ба? Біреу құрылтай дейді, біреуі би сайлайды дейді. Анық қанығын қайдан білейік?
Адасқаның алды жөн арты соқпақ деген аңтарылып отырған жайымыз бар. Сенбейік десек үкіметтің десінен қорқамыз, сенейік десек шошымалы болып қалған жанымыз қарадай қалтырайды. Өз қолымызда өскен бала болған соң өзіңнің аузыңа қарап отырған жайымыз бар, қарағым. Менікі үкіметтің сөзін жеткізу ғана, қалғанын өздеріңіз қабырғаларыңызбен ақылдасып көрерсіздер. Ауғанбайдың екіштілау жауабы біраз адамның көкірегінде күдік ұялатты. Сыртқа шыққан орайда оны оңашалаған Нұрғали: қарағым, мына бейуақты жамылып тұрып имандай сырыңды айтшы. Жиналыстың сыры сірә не өзі? Деп қадала сұрады. Ымды білмеген дымды білмейді деп, сіздер бірдеңе сезсе екен деп, жаңада біраз сырды суыртпақтап едім. Әлі түсінбедіңіздер ме? Осы жерде кіндік қаным төгіліп, осы елдің дәм тұзымен есейдім. Өтірік айтып обаларыңызға қалсам, қарғыстарыңыздан құтылмаспын. Үкімет мансап мәртебе үлестіргелі жатыр дегенге сенетін бала болдыңыздар ма? Ертең 2 машина жіберіп, осы отырған бәріңізді де тұтқындайды. Естігелі отырғандарыңыз осы ма? Қасым жағынан таратылған Елісқан мен Зайыптың қатының бір нұсқасын өз адамдарыңыз Абайға апарып берген. Оның қолындағы тізімде сол қатты оқыған, елді бастайдау деген бәріңізде барсыздар. Қытай сақшыларының ішкі күбір сыбырына қарағанда, Дихуаға апарылғандардың бәрі де өлімге үкім етілген көрінеді. Сіздерді де бірден сол Дихуа түрмесіне жөнелткелі отыр. Қан қарыздарыңыз менің мойнымда кетпесін деп айтып, аманатымнан құтылайын деп келдім. Ендігісін өздеріңіз шешесіздер. Сенбесеңіздер, мына жіп сіздердің қолдарыңызды байлау үшін алдын ала таратылып берілген. Осыны айтқан Ауғанбай қойнына қолын жүгіртіп, бір шумақ жіп алып шықты. Әлденеге тістеніп, жақ еттері бүлкілдіп кеткен Ауғанбайдың жанарына шаралы жас тола қалғандай көрінді. Оның қолын қос қолдап қысқан Нұрғалидың өңі боп-боз болып: алдағана қарағымай, арамызалар алдап орға жықпақ болған екен ғой. Алла разы болсын. Атаның белінен, анаңның құрсағынан ер болып туғаныңды көрсеттің. Сен болмасаң қапияда қан жұтқандай екенбіз-ау, деді булыға сөйлеп. Ағасы, қуануға әлі ерте. Абайдың тағы қандай сұмдықтар ойластырып жатқанын кім біледі? Мүмкін мені аттандырып жіберіп, артымнан тағы біреулерді дайындап жатқан шығар. Сақ болыңыздар. Неде болса тез қимылдаңыздар, деді Ауғанбай. Алла алдыңнан жарылқасын, екі дүниеде де жүзің жарық болсын. Айтқанының бәрі орынды, қапы қалмайық. Рахмет жаным. Асығып тұрған Ауғанбайды қапсыра құшақтаған Нұрғали, оның жалпақ жауырынын өзіне тартып, бір қауым үнсіз тұрып қалды. Бас киімін керістіріп, маңдайынан құшырлана сүйді. Бара ғой, жолың болсын, жолдасың қызыр болсын. Атқа қонған Ауғанбайдың тұлғасы қараңғылыққа сіңгенше, мейірлене қарап тұрған Нұрғали үйге асығыс кірді. Құритын болдық, әлгі Абайсың бізге тұзақ құрып отыр екен. Не дейді мұнау? Тәк, жаман сөз ауыз садағасы, не деп кеттің сен өзі? Нұрғали Ауғанбайдан естігендерін түгел айтып берді. Сонда Ауғанбайың сенімді ме? Осының өзі шырға болып жүрмесін. Бізді үркітіп жіберіп, обалдарың өздеріңнен болды деп, сосын тарпабас салмасына кім кепіл? Ауғанбай өтірік айтқан жоқ, деді Әйембет. Сөйлеп отырғанда байқамадыңдар ма? Жанары мұңға толып, бәрімізге қамыға қарап отырды. Егер тағы бір мәрте сынап көрейік десеңдер, істің соңын күтейік. Сарбаздарыңды сайлап дереу жасақ жинаңдар. Бірақ бірде-бір адам сыр алдырмасын. Баркөл жаққа күзет қойылсын. 2 машина өз-ақ келсе, оның жөні бір басқа. Егер қалың шерікпен келсе, немесе түнделетіп келіп басып қаламыз десе, онысын да көрейік. Әйембеттің сөзін қостаған Нұрғали: рас, үрейленіп үрке жөнелсек әлсіздігіміз болар. Бір күнгі ұйқымызды қиып қас-қабағын байқайық. Ниеті жаман болса бірден белгілі, деді. Барлығы осыған келісті де әркім өз адамдарына әмір беріп жатты. Жау келедау деген жақтан 3 жерден қарулы күзет қойылды. Құрал жинаған кезде жаман жұтық ескілерін ғана тапсырып берген қазақ жасақтары майлап құрым киізге орап, тау-тастың қойны қоншысына тыққан құралдарын да лезде тауып әкелді. Ақыры асыға күткен сәтте келді. Таң қараңғысын жамылған қалың шерік сайды өрлеп шұбыра жылжып келе жатты. Түнгі ұйқыларын қимаса керек, аттың ырғағымен қалғып-шұлғып алаңсыз ілбіп келеді. Қап иттер-ай,
деді тісін тісіне басқан Солтан Шәріп. Бізді қапыда бас салмақшы екен ғой, енді не істейміз? Тоқта, деді Әйімбет. Әлі де байқастайық, анау етектегі жылтыраған жарықты байқадыңдар ма? Екі көңкесі артынан келе жатыр. Солар жақындаған соң атуға бұйрық беріңдер. Олар бізге дайын табақ тартқысы келген екен ғой, бізде май шелпегін берейік. Жауды аяған жаралы болады деген, жағаласпай жаңғалмайды. Енді қимылдамасақ кеш болады. Аспаннан жай түскендей жамырай атылған мылтық үнінен шеріктердің тоз топалаң шықты. Әуелі алдыңғы бір соғыры қоғадай жапырылып, аттары ойнап шыға берді. Көп етпей-ақ етектегі екі көңкенің де күліп көкке ұшып, таң қараңғысын әлсіз жарығымен шарпып өтті. Шыңғырған, ойбайлаған, өлім аузында арпалысқан ащы үндер ұзаққа созылған жоқ. Қоңыр даланың төсінен ештеңені сезбегендей, әппақ сұлу таң таулардың иығына қарай көтеріліп келе жатты. Нұрғалидың үйіне қайта жиналған топ. Абай сұмдардан жақсылық күтіп жүрген біз қандай ақымақ едік. Қайран Елісқан, Қайран Зайып осының бәрін ертеде сезген екен ғой. Кеттік солардың соңынан. Осында 30-40 ауылдың иесі отырсыңдар. Әркім өз көшін бастасын. Лағынет сұмдарға. Құдай зауалым бергірлер, жаумай жасын түскірлердің жазасын алла берсін, деген Әйімбеттің бұйрығын үнсіз қабылдап, Бейсам мен Ошақтының сай саласына қарай шаба жөнелді. Улы Мешін тауы аталатын Бейсанның қойын қонышы мен Күңірек, Ошақты, Нарынкір өңірінен қотарыла көтерілген 3000-дай түтін шығысқа қарай үдіре тартты. Бұл кезде елдің алты соғымын сойып, қытымыр қыстың қамына кірісе бастаған еді. Қанды азуын айға білеген барыс жылының желтоқсан айы алғашқы күндерін тағы бір сергелдеңмен бастады. Жерден шыққан шұрқаннан құтылдық па деп арт жақтарына жаутаңдай аттанған жасты жанарларға аспанда қалықтаған қалың темір қанат көрінді. Ойбай, аэроплан келе жатыр, әне аспанға қараңдар. Сөйткенше болған жоқ, тау тасты тітіреткен үні күндей күркіреп, бұлардың төбесінен өте шықты. Алдымен санын бағыт-бағдарын білгісі келген сияқты. Көп өтпей қайта айналды. Ана белесі тағы келе жатыр. Баяғыда шіңгілде жалғыз аэропланның өзі тұтас елді қынадай қырып кетпеп еді. Мынау ұшу екен ғой, қашыңдар, доп тастайды. Бытыраңдар, деген қартаң әйелдің айғайы естілді. Жер бауырлай жақындаған соғыс ұшақтары көштің алдына бомба тастады. Мал үркіп, түйелер жүк таударып, ел лаңғада у-шу болып кетті. Ойбай, енді атты шеріктер келе жатыр, шеріктер келді. Көштің алдартын орамақшы болған қалың шерік оқ жаудырып жақындай түсті. Сығайланған қазақ қолы қарап қалған жоқ. Екі жақтан сұрапыл соғыс салды. Жау әскері ығыса беріп еді, аэроплан тағы да пайда болды да, оқ атып жатқан қазақ тобына арт-артынан бомба тастады. Біреуді біреу білмейтін аласапыран жағдай басталды. Алғашқыда емес, аэроплан келе жатқанда бытырай қашып, шеріктер жақындағанда қайта тап берген қазақ қосыны ақшам сөніп, сам жамырағанда барып, ес жиғандай болды. Жаудың өлігі төбе-төбе болып үйіліп қалыпты. Сонда да тірі қалғандары 3-4 мың қойды басып қалған екен. Қайыру бермей үркіп кеткен жылқыда есеп жоқ. Мал шығыны көп болғанымен адам шығынының аз болғанына тәубе қылған қазақ көші өмір тауына жеткенде бір-бірімен тоғысып, алды-артына қарайлауға әзер мұршасы келді. Олардың алдынан Қасым, Қожақын бастатқан Елісқан тобының батырлары шықты. Ел ағаларына сәлемдесіп, хал жағдайын білгеннен кейін бір топ жігіт елдің бас аяғына шапқылап, келген көштерді түгендей бастады. Алдымен келген ауыл Уақ Әйімбеттік екен, 135 түтін. Одан кейін Шахабай Нұрғали Үкірда екен, 100-ге жақын түтін. Найман Құсайын Тәжінің ауылы 300-дей түтін. Жәдік Сабырбай Залыңның ауылы 400 неше түтін. Таспике Жанәбілдер мен Мейірімхан ауылдарынан 500 түтін. Молқы Салақиттан мен Әбілқайыр ауылдарында 200-ден 400-ге таяу түтін. Қарақас Зиядан 180 түтін. Сарбас 330 түтін. Есағасы Мажан 110 түтін. Ителі Солтан Шәріп Тәжінің ауылынан 500-ге жақын түтін арт жақтан жаңа ғана келіп түсіп жатыр екен. Тұс-тұсқа шапқылап елдің бас аяғын түгендеген жігіттер аттарын қара сорпа қылып өздері иеленген мәліметтерді айтысып жатты. Енді бірде жұрт арт жақтан келе жатқан қалың шоғырға елеңдей қарасып, бұл не, ел ме, жау ма десті. Келе жатқандардың жау емес көш екенін біліп,
Елден бөлініп қалған Қамза залыңның көші екен. Мәссаған, көш алдында ауғанбай сақшы келе жатыр, деп таңырқасты. Абайға көмекші болып, билік сырмағының бір шетінде жүрген Қамза да ол сұмырайдан құтылған екен ғой. Ақылды жігіт өз басын сақтап, қара ормандай қалқына қайта оралғаны қандай жақсы болды. Соңғы көшке қарай дүркірей шапқан бір топ жігіт ауғанбайды қаумалап, оны ат үстінен көтеріп әкетті. Сені туған анаңа мыңда бір рахмет. Осындай ұлдары бар қазақты қырып жоғалтамын деп жүрген шыңштай нағыз ақымақ. Көштің бір қанаты Ном, Торай арқылы Монғолия жағына өтіп, бір қанаты Гансуге қарай қиыстай бет алып, топ-тобымен үдере көшті. Әр топ өз батырлары мен мергендерін сығайлап, көш соңын қорғауға орналастырды. Олар жау қарасы көрінгенде үшке бөлініп, бірінші топ көштің соңы болып көрінеді де, қалған екі топ екі бүйірде жасырынып қалып, қуғыншы жаудың негізгі бөлігін өткізіп жіберіп, соққылап отырады. Көшті қуып жеттік-ау деп албарынды болған жау әскерін мергендер қос бүйірден қысып, қызыл қанға матырды. Атты әскерімен аттанған қуғыншының әлсіздігін сезген Шыңшысай аспаннан соғыс ұшақтары мен жердегі машиналасқан әскерлерін қатарынан іске қосты. Өмір тауы мен Ыңзы тауының аралығындағы қақтан тосқан қалың машиналы шеріктермен болған соғыста аса қиян кескі өтті. Әр ауылдың азаматтары өздеріне төнген қатерге қарсы шауып қып-қызыл өрттің ішінде жүр. Елдің Монғолия жаққа үріккен бөлігін моңғол әскерлері оқпен қайырып, ес ақылдарын алды. Соғыс өрті толастай қалған аз сәттік үзілістерде қазақ жігіттері бір-біріне дем беру үшін ел ішіндегі ерлік көрсеткендерді тез-тез таратып жатты. Әйембет батыр қарсы алдынан тосқан 25 қалқа шерігін жалғыз өзі жайратып салыпты. Шеңгелбай Қошуыттар Шақабай ауылында басып кірген шеріктердің тұмсығына қан қатырған екен. Тасбике Жәнәбіл, Мейірімхан тордылар санап атқанда алдынан тірі жау құтылдырмапты. Құралайды көзген атқан мергендер машиналардың дөңгелектері мен жүргізушілерін қадап атып, талай машинаны қаққа қалдырып, адамын қынадай қырды. Қазақ қосынына жақындай алмаған енді бір топ машиналы шеріктер көш соңынан қалып қойған қойшыларды бастырып өлтіріп, қойын бөліп алып қалуға ғана шамасы келді. Көзді ашып жұмғанша төбеден жетіп келетін темір қанатты тажалдарға зығырданы қайнаған қазақ мергендері биік қырқалардың жонына шығып, ұшақтың аласара келіп, бомбы тастайтын орайлы сәтінде оқ жаудырып көрді. Шыбар ақын бастатқан бір топ жігіттің биіктен қатарынан жаудырған оғы біреудің жанды жеріне дарыса керек, құйрық жағынан қара қошқыл түтін будақтап алысқа барып құлағандай болды. Толарсақтан қан кешіп бара жатқан қазақ көші. Я Алла, я аруақ, жар бола көр, доп тастайтын темір бәлеге де зауал келеді екен-ау, десіп, өз жеңістеріне марқайып бара жатты. Басынан бақайшығына дейін қаруланған Қытай армиясы тау-тастың жықпыл-жықпылындағы жабайыларды оңай жуастып аламыз деп ойлап еді. Олай болмады. Таудың әрбір тасы мен қақтың жыңғыл түзгеніне жан біткендей дір етіп қозғалады да, өздеріне қарсы атылған ажал оғы өңмендерінен түйреп өтіп, қатарын сиретіп кетеді. Ал өздерінің атқандарының қайда кетіп жатқандығын аңғаруға мұршасы да жоқ. Қытай әскері көшті тоқтатқаны сол өз армиясының басым бөлігінен айырылды. Ұсақ қарадырларға толы жатаған таулардың қалтарыс сайлары мен жалпақ қақтағы бота бүргеннің арасы малдың жемтігі мен Қытай әскерінің өлексесіне толды. Даланың жыртқыш аңдары ғана тұмсығын жылы қанға тығып қарық болып жатты. Кім зұлымдыққа ұшырап, соған лайық кек қайтарса да, артынан тағы зұлымдық көрсе, Алла оған сөзсіз жар болады. Ісіміз ақ, Алла ақ жол берсін, деп жалғыз қаққа жалбарынған қалың топ қара даланың ұйқысын бұзып, тыныш жатқан өңірді ат тұяғымен дүбірлетті. Өзінің туып өскен ыстық ұясынан осылайша үрке алыстаған тағы бір қазақ көші, жат мекеннің ойымен қырына жаутаң-жаутаң қарап, қорғана жылжып, туған даласынан ұзай берді.